Жігіт қызды шын жүрегімен сүйеді. Қыз да оны ұнатады. Бірте-бірте олардың ара қатынасы жақын тарта бастады. Жігіт тұңғыш рет қыздың ернінен сүйгенде, дәл осы жігітпен ғұмыр бойы бірге болуым керек деп ойлады қыз. Және еркелеп, «Мені қаншалықты сүйесің?» деді қыз. «Қаншалықты сүйгенімді қалайсың?» «Мәңгі, тек қана мені» деп күлімсіреді. Жігіт қыздың маңдайынан иіскеп, мақұлдығын білдіргенде, бойжеткен тағы бір түйіп, «Жоқ, сенбеймін» деді. Жігіт онда ажалым сенен жетсе де еш өкінбеймін деді. Бұл ойланбастан айтылған уәде еді және тым ауыр. Оларды махаббат байлағалы 3 жыл өтіпті. Бұл 3 жыл барысында шексіз іңкәрліктің, адал махаббаттың бақытына шомылды және бір-біріне деген ең алғашқы кездескен сәттегідей сүйе білді. Бірақ бұл ғашықтардың басына келеңсіздіктер орнай бастады. Жігіт қыздан бірте-бірте алыстай берді. Бұрынғыдай еркелетпейтін, суық мәміле жасайтын болды. Бейшара қыздың түсінуге талпынған кеңестері мен сұрақтары жауапсыз қала берді. Ақыры бір күні жігіт үйге әдемі киінген, шырайлы бір қызды ертіп келді. Жігіттің қалыңдығы сонда да өзін алдауға тырысты. Және бейғам көңілмен жігітіне, «Бұл сенің досың ба? Әдемі екен» деді. Жігіт, «Я, ең жақын досым, танысып қой» деді. Қыз ештеңе айтпады, тек қана күлімсіреп қойып, шай дайындауға кірісті. Сол сәтте оның ас үйден шыққысы да келмеді. Оның көз жасы жанарынан емес, жүрегіне құйылып жатқан еді. Бұл азабын жігітіне сездіргісі келмеді. Өйткені ол жігітін әлі де сүйетін, жақсы көреді деп ойлайтын. Шайдан соң жігіт әлгі қызды жетелеп, үйден шығып бара жатып, «Бүгін заттарыңды жинастырып, ертең бұл үйден көшіп кететін бол» деді. Арудың ақыры шыдамы бітті. «Не үшін?» деді. «Бұған еш себеп жоқ. Махаббат тұрақсыз сезім. Мен сені енді сүймеймін» деп жауап берді жігіт. Жігіт солайша бойжеткенді қолтықтап жолына түсе барды. Байғұс қызға сөйлеуге де орай бермеді. Тұрған орнында мүсіндей қатып қалған қыздың сәлден соң-ақ көз жанарындағы мұз түйіршіктері ағыл-тегіл ери бастады. Осылайша бәрі аяқталды. Арада көп күндер өткен соң жігіт жаңа қалыңдығымен бірге емханаға келді. Және дәлізде қызды жолықтырып қалды. Қыз мұнда күн сайын жанын жегідей жеген уайым қайғыдан арылу үшін келген еді. Ал жігіт ше, қыз оны әлі де алаңдайтын, сүйетін, армандайтын, амандығын тілейтін. Сол үшін де білдірмей жігіттің артынан ілесіп ере барды. «Бүгіннен бастап емханада бақылауда болуыңыз керек. Сізге алмастыруға лайықты жүрек табылғанға дейін. Егер тура келер жүрек табылмаса, онда сіздің өміріңізді сақтап қалуымыз екі талай». Дәрігер кеңсесінің сыртында тұрып, бұл сөздерді естіген қыз қатты азаптанды. Жігіт үшін тағы да жас төкті. Үйге қайтып келген соң ол тіпті қайғырды. Терезе алдында мелшиіп аз-кем тұрған соң қолына қалам алып хат жаза бастады. Сосын жігітке телефон шалды. Телефон тұтқасын нәзік үнімен оның жаңа қалыңдығы алды. «Алло, мен онымен соңғы мәрте кездесейін деп едім. Сенен өтінгенім болсын, тек соңғы рет. Тұңғыш рет кездескен баққа оны шақырайын деп едім» деді. Мұның бәрін естіген жігіт, олар алғаш рет кездескен, алғаш рет махаббат байлаған бақшаға келді. Қызды ұзақ уақыт бойы сабырсыздана, алаң көңілмен күтті, бірақ қыз келмеді. Қас қарая жігіт үмітін үзіп емханаға қайтты. Бірнеше күннен соң жігітке ота жасалынды. Жүрек көшіру отасы қатерлі әрі ауыр еді. Жігіт қуанышы қойнына сыймай, осыдан аман болсам, ең алғашқы жұмысым оған бәрін түсіндіру. Өзіңнің де көзің жетті, ол сені сүйеді, шексіз сүйеді. Түсіне қабылдайтынына сенемін деді қасындағы бойжеткен. Жүрек көшіру отасы сәтті аяқталды. Жігіт есін жиған соң қызға телефон шалды. Қабылдайтын адам жоқ. Бір рет, екі рет және бірнеше рет. Тоқтаусыз телефон шалғанымен қоңырауды жауап беретін адам болмады. Оны қатты ренжіттім. Енді
қайырылмайды маған деп қайғырды жігіт. Олай емес, мүмкін бір жұмысы шығып қалған шығар, телефонын ұмытқан шығар, үмітіңді үзбе деді қасындағы бойжеткен. Сол сәтте дәрігер кіріп келді. Саған жүрегін сыйлаған қыз, бейне өз өлімін сезгендей-ақ екен. Емханаға өсиет қағазын қалдырыпты. Ғажап, деді де таң қалды дәрігер. Маған жүрегін сыйлаған адамды көруіме бола ма? Деді жігіт. Олар мәйітханаға келді. Дәрігер басын шайқап, қарашы, бейне ұйықтап қалғандай-ақ, тіпті қорқынышты да емес, күлімсіреп қана жатыр, деді. Жігіт қыз бетіндегі ақ жамылғыны сырып, оның жүзінен көргенде қаққан қазықтай мелшиіп тұрып қалды. Қолындағы жамылғы жерге түскен сәтте жынданған кісідей еңіреп жылап жіберді. Оның өкінішпен қасіретпен жылаған, айқайлаған даусы бүкіл әлемді жаңғыртып жібергендей. Оның қасындағы қыз жаңа қалыңдығы емес, жігіттің әпкесі еді. Тентек інінің сөзіне еріп, оны сынап көруге келіскен қыз дәл сол сәтте уақытты кері қайтаруға амалсыз еді. Мынау қасіретте мелшиіп қалған ол үнсіз ғана мәңгілік ұйқыдағы қыздың жүзіне қарауға дәті бармады. Тек соңғы сәтте ғана қыз қолындағы жұмырлап ұстаған қағазды алып, хатта былай жазылғанын оқыды. Сүйіктім, кешір мені. Мен үшін қайғырма, бақытты болуға тырыс. Сенің әдемі күлкіңді жұлдыздар арасынан көріп тұратын боламын. Екеуміз алғаш кездескен бақшаға шақырған кезде мен де барғанмын. Ту сыртыңнан сені бақылап тұрдым, бірақ саған көрінгім келмеді. Тіпті қас қарайғанға дейін сені күзетумен болдым. Өйткені келбетіңді, тұлғаңды мәңгі есімде сақтағым келді. Мені сүйсең де, сүймесең де өкінбеймін. Тек саған арналған, сен деп соққан жүрегім енді сенің кеудеңде тыныстайтын болады. Сонда ғана сенің кеудеңдегі орынды басқа ешкім иемдене алмайды. Себебі онда тек мен бармын, тек мен ғана. Жүрегімді кеудеңе аманаттап қалдырдым. Оны енді жылата көрме. Сүйем сені.